Еліміздегі шағын және орта бизнестің бүгінгі ахуалы қандай? Салық төлеуде қазақстандық кәсіпкерлер қандай кедергілерге тап болуда? Бұл сауалдарға жауапты Самұрық-Қазына қоры жанынан ашылған эксперт пікірталас клубы іздеп көрді. Аталмыш ұйымның отырысы Астанада осымен екінші рет өткізіліп отыр. Осы жолы экономика, бизнес және саясат салаларының өкілдері салық мәселелеріне баса назар аударды. Отырысты Әл-ауқат қоры басқармасының төрағасы Тимур Құлыбаев ашты. Бүгін Қазақстандағы бизнестің даму барысын талқылау мақсатында сарапшыларды шақырып отырмыз. Бірлесе отырып, біз салық мәселелерін, салық төлеу саласындағы әкімшілік мәселелерді талқылаймыз. Сіздер білесіздер, кәсіпкерліктің жағдайы көптеген сұрақтарға тығыз байланысты. Соның ішінде әкімшілік кедергілер де, жемқорлықта, кеден одағының мәселелері мен салықтық басқару да бар. Оның барлығы үлкен мәнге ие. Әрине, салық туралы мәселенің кез келген шақта өзекті болатыны сөзсіз. Бұл жөнінде пікірсайыстың модераторы Нұрлан Ерімбетов ерекше атап өтті. Салық пен осы тұрғыдағы қарым-қатынас төңірегінде әлем мәдениеті, әдебиет, театр мен кино өнерінде көп айтылған. Бұл жайында Шиллер, Шекспир жазған, яғни аталмыш проблема өркениеттің ең үздік тұлғаларын қашанда толғандырып жүрген. Ал Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы тарапынан бүгінде тың бастама көтеріліп отыр. Атамекен басшылығы еліміздің салық саласында қызмет көрсетудің талаптарын енгізу қажеттілігін алға тартады. Салық органдарының қызмет көрсету стандарттарын кәсіпкерлер қауымдастығы әзірлесе екен дейміз. Түсінгендеріңіз жөн. Бұл психологиялық тұрғыдан да ауыр. Мәселен, салық комитетінде есеп шотыңа шектеу қойылған. Ал ғимаратқа кірген бетте тіпті қай бөлімге барарыңды білмейсің. Әр жерге бас сұғып, әрдайым сұрастырып, анықтап, намысыңды қорлауға тура келеді. Менің пікірімше, мұндай көзқарасты түбегейлі өзгерту қажет. Атамекен салық туралы заңнаманы талдаудан өткізіп те үлгерді. Ендігі кезекте олар еліміздің бас салықшысы Дәулет Ерғожинге салық кодексінің 60-шы бабына өзгерістер енгізу туралы ұсыныспен шықты. Бүгінгі тақырып өзекті. Біз барлық ұсыныстарыңызды тыңдауға дайынбыз. Және республикалық бюджетке түсетін кірісті тым азайтпаса, оның барлығын қабылдауға да ниеттіміз. Жоспардан тыс 27 тексерудің 15-ін алып тастау керек. Бұлардың негізі жоқ деп санаймыз. Біз салықтық тексерулердің мерзімін қысқартуды да қалаймыз. Сонымен қатар Абылай Мырзахметов бүкіл компанияның есеп шотын шектеудің қажеті жоқ дегенді айтады. Оның орнына тек салық жағынан міндеттеме жүктелген сомаға шектеу енгізудің өзі жеткілікті. Сарапшылар мен бизнес өкілдері болса, әкімшілік жүйесін сынға алды. Салық туралы заңнамада ең басты мәселе әлі шешілмеді. Ішкі мазмұнның басымдығы жоқ. Салық туралы даулар мәселенің мәнін қарастыру тиіс. Ұсақ-түйекке мән бермей. Қазір формальды олқылықтар үшін айыппұлдар көп, тіпті мемлекетке шығын келмегеннің өзінде. Мәселен, егер шот куәландырмасы дұрыс толтырылмаса, айыппұл салынады. Көлеңкелі және заңды бизнестің өзара үлесі 30-70% деп жатады. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Керісінше көлеңке 70%. Біздің байғыз өндіріс секторын жемқор салықтардан босатайық. Оның бірі қосымша құн салығы болып табылады. Отырыс барысында қосымша құн салығы бойынша дифференциалды салалық мөлшерлемені өзгерту туралы ұсыныс түсті. Мұндай бастаманы көтерген Ақ жол партиясының жетекшісі Азат Перуашев. Оның пікірінше мемлекеттің экономикалық саясатын ынталандыратын салықтардың реттеуші рөлі тиісті деңгейде айқындалған жоқ. Бұл әттеген-ай әсіресе дағдарыстан кейін байқалуда. Біз салықтарды тек бюджетті толтыратын әдіс ретінде қолданбай, кәсіпкерлікті ынталандыра түсетін мемлекеттік саясаттың құралына айналдыруға міндеттіміз. Бүгінде қалыптасқан жағдай мынадай. Біз табысқа жеткен кәсіпкерлердің нанын тартып алып, тиімсіздерге субсидия береміз. Біз ашылып жатқан кәсіпорындарды алғашқы 3 жылда мүлде салықтан босатуды ұсынамыз. Саясаткердің бұл пікірін Самұрық-Қазына қорының басшысы Тимур Құлыбаев та қолдап отыр. Нағыз өндіріспен айналысатындар назардан тыс қалмауға тиіс. Дәл оларға мемлекет тарапынан салықтық жеңілдіктер түрінде ынталандыру қажет. Бұл ой халық қалаулылары мен сарапшылар әңгімесіне арқау болды. Что кормит экономику? Экономиканы не нәрлендіреді және өндірістің негізі қандай? Біздегі үлгі бұрмаланған, барлығын сауда билейді. Банкілерде солай. Ал негізінде олар өнім өндірушілердің артынан жүгіріп, балам, сен жаса, біз ақша береміз деп айтуға міндетті. Демек, өндірісті дамыту керек, содан бастау керек. Бауырларым, егер мемлекет пен бизнес
Билік пен кәсіпкерлік өзара серіктес болсын десек, міндеттемелерін теңестірейік. Осы тексерілер кезінде де серіктес болуға келісіңдер. Өйткені адам мен адам кездескен кезде әртүрлі қызығушылықтар туындауы мүмкін. Ол бизнеске де, мемлекетке де пайда келмейді. Шаруаны сол жерден тындырып алады да, оған ештеңе жасай алмайсың. Жалпы ішкі өнімге қараған шақта шағын және орта бизнесті жеңіліске жетелейтін жағдай көрініс табуда. Бұл дегеніміз біз бизнесті құлаттық, ол жоқ. Мемлекеттік көмек бар жерде ғана бизнес жұмыс істейді. Бюджеттен берілсе, түрлі параларды беріп егереді әйтеуір. Ал өздігінен бизнес өмір сүре алмайтын сыңайлы. Дағдарыс болғанда біз екінші деңгейдегі банктерге қолдау көрсеттік. Енді сол ақшаны олар мемлекетке қайтармай-ақ қойсын, тек несие беруде пайыздық өсімдерін азайтсын. Налоговый орган – это не орган. Салықтарсыз бюджет әлеуметтік төлемақыларға да шығындана алмайды. Салық органы құқық қорғау органы емес, ол жазаламайды, кәсіпкердің көмекшісі болады. Өйткені салық түсімдері арқылы дамытуды қажет ететін салаларға көңіл бөлінеді. В части арестных счетов. Біз есеп шоттарды қамау тұрғысында өзгерістер енгіздік. Әлеуметтік төлемақы мен зейнетақыны бюджетке төлеу мерзімі өтсе дағы, біз есеп шоттарды қамауға алмаймыз. Кездесу нәтижесінде қатысушылары мұндай пікірталас алаңын құру уақытылы әрі тиімді қадам болған деген түйін жасады. Осы жерде айтылған ұсыныстар болашақта іс жүзінде қолданыс таппақ. Полезное совещание, поскольку... Өте маңызды кеңес. Жалпы 60 ұсыныс түсті. Оның бәрін мұқият зерттейміз. Оларды дұрыс жүзеге асыру жолдарын табу керек. Задумка клуба «Эксперт», безусловно. Клуб әрине дұрыс мезетте ұйымдастырылған, өйткені қазіргі парламент кішкене жалықтырып жіберді. Келесі құрамына да артылар сенім аз. Парламент жанында қоғамдық палата дегенде бар, ол тіпті жансыз. Қалай дегенмен қызықты ахуал туындап отыр. Алда бізді тағы өзгерістер күтуде. Экономикалық және саяси реформаларды жүргізу қажет. Оларды осындай кәсіби әрі мәртебелі орында талқыламасақ, қайда талқыға саламыз? Онда ең басты ойларды ортаға салып, батыл әрі шыншыл болып, өмір сындарына дайындалуға болады. Қазір біздің мемлекеттегі сан алуан қоғамдық экономикалық мәселелер бойынша жасалған сараптық түйіндерді пайдалану мүмкіндігі туды. Осы мүмкіндікті беретін бұл бірегей алаң, оның ерекшелігі ауқымының кеңдігінде. Егер тек әлеуметтанушылар ғана жиналса, қызық емес. Саясаттанушылар да бір-бірінің сөзін алдын ала біледі. Ал мұнда мүлдем өзгеше көзқарас. Депутаттар, әлеуметтанушылар, экономист мамандар, іскерлер жиналады. Олардың қатарында шаруашылықтың өндірістік мәселелерін жақсы білетіндер баршылық. Жалпы іс-шара құнарлы, екпінді және баршаға пайдалы. Бұл пікірталас клубының болашағы зор.